Кәсіпқой бокстағы орта салмақта қашанда бәсекелестік өте жоғары. Әлемнің түкпір-түкпірінен чемпиондыққа дәмелі боксшылар күн сайын дерлік ақшқа ағылып келіп жатыр. Соған орай ақштағы әртүрлі басылымдар әр салмақ дәрежесіндегі үздік 10 боксшының рейтингісін жариялап отырады. Кәсіпқой бокстағы ең беделді The Ring басылымы орта салмақтағы үздік деп таныған 10 боксшының ішінде 2 қазақты қосқан екен. Біз бүгін осы 10 боксшыға қысқаша шолу жасап, Жәнібек пен Мейірімнің қай орындарда екендігін айта кететін боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін Әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. 10-ші орында Англияда туып өскен пәкістандық Хамза Шираз. Жасы 24-ке енді ғана толған бұл боксшының бойы орта салмақ үшін тым биік. Соған қарамастан өте жылдам әрі епті жұдырықтасатын Шираз былтыр тамызда өткізген соңғы жекпе-жегінде украиндық Дмитрий Митрофановты екінші раундта нокаутқа жіберіп WBC International Silver белдігін жеңіп алған болатын. Would like it to be. Тоғызыншы орында тағы бір британдық Лиам Смит. Бұрын 69 келіде чемпион болған Смит 72 келіге ауысқан соң көпшілік таңданысына орай кіші Крис Юбенкті нокаутқа жіберген болатын. Бірақ былтыр қыркүйекте өткен реваншта өзі нокаутпен жеңіліп қалады. Шамасы бұл боксшының бұрынғы чемпиондығын ескерген The Ring газеті үздік 10-қа кіргізіп қойған секілді. Сегізінші орында британдық Феликс Кеш. Әлі жеңіліс көрмеген бұл боксшы Жәнібек құлата алмай қойған Дензел Бентлиді 3 раунд ішінде шегелеп тастаған болатын. Дегенмен соңғы жекпе-жегін 2022 жылы өткізген Кеш содан бері рингтен көрінбей кетті. Жетінші орында америкалық Элайджа Гарсия. Әлі жеңіліс көрмеген бұл боксшының жасы бар болғаны 20-да екен. Былтыр көктемде WBA Intercontinental белдігін иемденген ол қыркүйек айында қарсыласын нокаутқа жіберіп қорғап қалған болатын. Still undefeated, Elijah Garcia. Алтыншы орынға отандасымыз Мейірім Нұрсұлтановты қойған екен. Мейірімнің өмір баянын барлығыңыз жақсы білесіздер. Егер көрмеген болсаңыздар, арнада Мейірімге арналған арнайы деректі фильм бар, көрсеңіздер болады. Мейірім жақында өткен 20-шы жекпе-жегінде чилилік боксшы Хулио Аламосты ұпай санымен жеңіп WBC чемпиондық белдігіне міндетті қарсылас атанған болатын. Әзірге Джермал Чарломен бе әлде Карлос Адамеспен шыға ма нақты белгісіз болып тұр. Бесінші орында тағы бір британдық боксшы кіші Крис Юбенк. Бұрын 72 келіде әлем чемпионы болған ол белдігін тастап 76 келіге көтерілген болатын. Бірақ бұл салмақта жолы болмаған соң қайтадан орта салмаққа ауысқан жайы бар. Дегенмен бұл салмақта да тым жолы болып кетті деуге келмейді. Азды көпті атағы бар Юбенкпен жекпе-жек өткізу Жәнібекке де, Мейірімге де пайдасы болмаса, зияны болмас деп ойлаймын. Төртінші орында украиндық Сергей Деревянченко. Орта салмақта Жәнібектен басқа чемпиондардың барлығымен күш сынасып көрген Сергейдің сол күйі жолы болар емес. Әр жекпе-жекте чемпиондарды оңдырмай сабайтын оған жеңіс үшін үнемі бірдеме жетпей қалып жатады. Жазда өткен соңғы жекпе-жегінде 76 келіге көтеріліп, Хайме Мунгиядан жеңілген соң қайтадан өз салмағына түскен секілді. Чемпиондарға да келіп жеттік. Үшінші орынға кубалық боксшы Элисланди Лараны қойған екен.
WBA белдігінің иесі Лараның жасы қазір 41-ге таяп қалды. Әрі белдігін қорғамағандығына 2 жылға жақындап қалған бұл боксшы жекпе-жек өткізбесе чемпиондық атағынан айырылуы әбден мүмкін. Эрисланди Лараның өмірбаянын арнамыздағы видеодан көрсеңіздер болады. Екінші орында WBC уақытша белдігінің иесі доминикандық Карлос Адамес. Соңғы уақытта өте мықты қарқын алып келе жатқан бұл боксшы қарсыласшы да тар емес. Адамес соңғы жекпе-жегін былтыр жазда өткізіп, қарсыласы Джулиан Уильямсты техникалық нокаутпен жеңген болатын. WBC белдігінің толыққанды иесі Джермал Чарло 76 келіге көтеріліп кеткендіктен мейірімнің қарсыласы осы доминикандық боксшы болуы әбден мүмкін. Бұл боксшының да өмірбаянын арнамыздан көрсеңіздер болады. Орта салмақтың басты боксшысы Жәнібек екендігінде қазіргі таңда ешкімнің күмәні жоқ. Жақында өткен жекпе-жегінде IBF белдігінің иесі Винченцо Гуальтериді уақытынан бұрын тізе бүктіріп, 2-1 белдікті қанжығаға байлаған отандасымыздың ендігі мақсаты қалған белдіктерді біріктіріп, абсолюттік чемпион атану. Оған батырымыздың шамасы толығымен жетеді деп сенемін. Міне достар, орта салмақтағы үздік ондық осындай екен. Бұл тізімге WBC чемпионы Джермал Чарло енгізілмепті. Жақында ол жекпе-жегін 76 келіде өткізген болатын. Әлі ресми жарияламағанымен шамасы сол салмақта қалып қоятын секілді. Сонымен қатар күні кешеге дейін орта салмақ рейтингісінде 1-ші орында Головкин тұрған болатын. Бірақ Triple G енді рингке оралмайтын секілді. Достар, рейтингпен келісесіздер ме? Ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Ұнаса міндетті түрде лайк баса отырыңыздар. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.